Баршаңызға сәлем. Бүгін біз бірінші сентябрь жақындап қалды деген сөзбен орай біз бүгін менің мектепке алған заттарыма распаковка чек жасаймыз. Ал кеттік. Ең бірінші осындай лабубу аламыз. Бұның ішінде не бар екен сіздермен бірге көрейік. Ал кеттік. Ең бірінші осындай екі пластилин, біреуі ермексіз пластилин, біреуі простой пластилин. Яқы қояйық. Потом ішінде де тағы күшті заттар бар. Одан кейін осындай түрлі түсті қарындаш. Маған қарындаш керек, өте қажет. Одан кейін маған мен жақсы көретін лабубу лаклинкалар. Яқы қояйын. Потом надо фломастер. Вышли фломастер. Одан кейін ең потолок заты осындай түрлі ручкалар көп қылып алдым. Түрлі артында өшіретіндері бар. Және де осындай лабубудың осындай несі. Ал енді екінші шоперімізді ашайық. Шоперімізге распаковка жасайық. Не деген ауыр. Кеттік. Бұл шопер маған өзіме қатты ұнайды. Бұл Қызылордадан алған шопер бұл көп бұл екен. Осындай кромин алдым. Мен кромин ұнатқансым, кромин алдым. Ал енді ең бірінші пеналдан бастайық. Пеналдың ішінде не бар екен, тағы да бұған да апапекка жасаймыз. Ең бірінші осындай розовый ұштағыш. Менде бәрі розовый, фиолетовый, сондай. Потом осындай клей алдық. Потом мен уже екі өшіретін ручкамды салып қойғам. Потом штрих. Маған штрих керек болады математикаға. Және де өшіргіш. Және де осындай түрлі түсті ручкалар. Бұл да таң кроми. Мысалы, мынандай фиолетовый түсі керек болса, фиолетовый түсін бүйтет, потом бүйтіп баса салады. Бұл күшті ручка. И потом тағы да розовый қайшы. Бұл ашылып жабылады. Бұл сумкада бір бәлен қиылып кетпеу үшін жасалған осындай қақпағы бар. Және де бізде простой ручка. Менің немде обязательно простой ручка жүреді. Одан кейін осындай өшіргішімізбен бірдей осындай қалам. Және де ішінде бұл резинковый линейка, дым сынбайды бұл. Және де қолға қатты батады. Осындай линейка. Және де осындай, ал енді тағы да арасында тағы да не бар екен көрейік. Және де акварель, осындай акварель. Бұл акварельді бүйтіп ашқан кезде түрлі түстер шығады. Бұл еще бүйтіп алынады. Ал енді оған арналған осындай обязательно кисточкалар керек. Кисточкаларымызды жоғалтып алмау үшін осындай тағы да кисточкалар аламыз. Және де мен бастауыш 3-ші сыныпқа енді көшіп жатырмын. Сондықтан маған обязательно күнделік керек. Күнделік қолданамын. Және де бізде күшті осындай цветная бумага. Одан кейін осындай екі альбом. Біреу мынандай, біреу мынандай. Арттар осындай. Бұл арзан екен бағалар, оптым бағада. Және де ең күшті маған ұнайтыны осындай кроми блокнот. Бұл кроми блокнот өте ерекше, өйстіп ойнауға болады. Үшін кішкене жазып қойған. Енді осындай стикер жапсырып қойған, потом мынандай стикер жапсырып қойған. Бұл өте күшті. Және де қасында осындай брелогы бар. Және де ішінде мен сабаққа баратқанда обязательно әтір сеуіп барам. Мен негізі духой дейтін, бірақ әтір деп айтқан дұрыс шығар деп тұрмын. Осындай әтір сабаққа сеуіп барам. Потом яқта қосымша сабаққа арналған осындай. Мен дәл қазір 3-ші сыныпқа апай деңгейлерін көрем деген соң мен қосымша сабаққа күнде барам.
және де осындай шопер. Ал сау болыңыздар достар, біздің осындай сабаққа арналған заттарымыз бітті. Обязательно біздің каналымыз деген каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Всем бай-бай!